соңғы сәтте мәңгіліктің сыры ашылып, бәрі жақсы болатынын білгеннен екеніне бек сенімдімін. Өлім кезінде адамдарда жан мен тәннің ажырауы орын алатын трансформация процесі жүреді. Адамдар өлім өмір қуатынан айырылу деп ойлағанымен, ақиқатында керісінше, біз өлім кезінде денемізден айырылғанымызбен, мәңгілік өмір энергиямыз құдіретпен қауышып бірігеді. Шын мәнінде өлім түнек емес, нұр. Пациенттерім өткен өлімін еске алғанда зіл батпан денелерінен құтылғандағы еркіндік сезімін қайта бастан кешіп, тыныштық пен білім әлеміне рухани саяхат жасауға құлшынатынын айтады. Келесі оқиғалардан өмірден кейінгі өмір не екені жайлы мағлұмат аламыз. Жалғасы бар.